білімді біз балалар боламыз, жасыма, білімді боламыз, бәрінен де не істейміз? Осал. Ал енді балалар, бәріміз дұрыс отырамыз, қолымызды қойыпты. Мына жерде қараймыз, жасырын әріпті тап дейді. Қанекей біз сіздермен жасырын әріпті тауып алайық. Мына бірінші қатарда қандай әріп бар балалар? Бұл жерде сандар берген әріп. Қол көтереміз. Қанекей бізге қол көтерді, қанекей телефон айта қойыз. Біріншісі қайсысы? Қандай әріп? Қандай әріпті? К әріпін тауыпты, да? Міне өте жақсы. Екінші бізге муслим айтады. Қане екінші, мына екінші қатарда қандай әріпті тауып алдық біз? Қандай әріп? Қане К әріпі екен, өте жақсы. Сосын нешеу К әріпі бар балалар? Екеу екен, да? Міне де К әріпі. Үшінші қатарды іздеп табамыз, үшінші қатарды бізге қане Нұрсұлтан айтады. Неше әріп? Қандай әріп? К әріпі. Нешеу К әріпі осында? Нешеу? Екеу екен, да? Міне тұр, сосын соңында, өте жақсы Бекнұр айтты. Ал төртінші қатарда нені көріп тұрмыз, Ақсұлтан? К әріпі. Нешеу К әріпі? Екеу, өте жақсы. К әріпі міне тұр, содан кейін тағы да тұр екен, да? Тағы да міне тұр екен, өте жақсы. Ал енді балалар, следующий можно. Балалар, ендеше біз сіздермен бүгінгі өтетін тақырыбымыз қандай екен? К әріпі екен. Ендеше біз К әріпімен дыбысының екінші сабағын бастаймыз. Сабақтың мақсаты мынандай балалар. Сіздермен оқу түрлері әртүрлі. Буындап оқу, тұтас оқу сөздерді, және түсініп оқу деген бар екен. Соны дұрыс оқимыз, дұрыс сұрақтарға жауап береміз, сұрақ қойып үйренеміз. Содан кейін балалар К әріпін біз сендермен әдемілеп жолдан шықпай, дұрыс көркем жазамыз. Жасыма дәптерде ендеше осының бәрін орындауымыз керек. Бұл біздің мақсатымыз. Жасыма? Келесін ашалаймыз. Енді балалар міне біздің бүгінгі жаңа сабағымыз. Мен сендерге айттым, қандай әріп? К әріпі қандай? Дауыссыз. Қол көтереміз. Дауыссыз. Қандай? Дауыссыз. Сосын қандай дедік кеше? Қатан. Қатан дедік. Қатан. Дауыссыз қатан әріпі. К әріпі біз сендерден балалар сөздің басында кездеседі. Сосын ортада кездеседі және соңында кездеседі әртүрлі сөздерде. Ендеше кім жуған ойынын біз өтеміз. Келдер мына жерге. Кім жуған ойынын келдер мына жерге балалар. Мына жерде балалар қараңдар. Балалар, мына жерде қараймыз. К-дан басталатын нәрселерді біз аламыз. К-дан басталатын нәрселерді аламыз. Алабыз. К-дан басталатын. Малай, алабыз. Енді өте жақсы балалар. Міне сендер алдыңдар, енді осы алған нәрселерді көтеріп айтыңдар, аттарын. Не әлдағы қанша? Тоқта, бір-бірден. Қандай? Кірпі, естерінде сақтағандар. Кірпі, Ақсұлтан, кітап, Бекнұр, картоп, Нұрсұлтан, көбелек. Керейханда немене? Нені сөйлеу, не балалар ұстап тұр? Атқалай? Кеме, өте жақсы. Наргиз, кесе. Не? Күрек, өте жақсы. Күрек екен. Мұсылда бізде күрек екен. Енді ойлағандар, әрбір сөздің қай жерінде кездескен К әріпі? Басында, сөздің басында кездескен екен, алдында емес, басында. Жарай ма? Енді қоямыз бәрін. Молодцы, өте жақсы. Балалар тауып білдіңдер, К-дан басталатын нәрселерді. Енді отырамыз орнымызға. Жүмді отырамыз орнымызға. Ендеше біз балалар сендерден К әріпімен міне танып білдікті, кеше, бүгін К әріпімен. Қазір біз сіздермен дәптермен жұмыс істейміз. Дәптерlerinin 26-шы бетін ашамыз. 26-шы бетін ашамыз. Бұл жерде міне балалар 26-шы бетте К әріпімен кеше, кербек, ескек, текемет және керуен, кеше, шықты деген сөздермен сөйлемдерді көркем әдемілеп жазамыз. Қазір мен сендерге тақтаға жазып көрсетемін. Мұнда қараймыз, ешкім жазбайды. К әріпі
қалай жазылғанында К әрпін. К-ны біз бір әрпі сияқты, сан сияқты жазамыз да, басын оңға көтеріп, аяқ қолын істейміз да, бір болын. Сосын екінші болын істейміз. Сөйтіп К әрпін жазамыз да, сосын екінші К әрпін, Ш әрпін қол үзбей, қолын бірінші, сосын екінші қолын. Жолдан шықпай, әдемілеп, көркем жазамыз К әрпін, жарай ма? Сосын сөзді оқып отырып жазамыз. Қанекей бізде ойында сөздерді, дәптерді дұрыс қоямыз. Дәптерді дұрыс қоямыз, дұрыс отырамыз. Дұрыс отырамыз да, дұрыс отырамыз, жазамыз, әдемілеп жазамыз. Дұрыс отырамыз, Керейхан. Балалар, енді әдемілеп және тез жазамыз да, көркем жазамыз. Қол үзбей жазамыз да, балалар. Ескек, мына жерге жазамыз. Ескек, жазамыз, ескек. Ескек, жазамыз, мына жерге. Қаламды қояды да, тік отырады, өте жақсы. Болды, жақсы қаламды қойды, отырады, сен болдың. Аяқтағы қолды қоя қой, қаламды қой, болдың, қаламды қой. Керек, өте жақсы, өте жақсы. Дәптерімізді жабамыз, енді балалар дәптерімізді жабамыз, өте жақсы.
Şimdi erkeğin yapsa göre der mi? Biz böyle ulaşacağız orada. Uçacağız. Dafterlerimizi şekle koyuyoruz. Dafterlerimizi şekle koyamız. Şimdi bağlar. Biz sizlerle hazır telefon bitirelim. Telefon sizlerimiz. Şimdi biz sizlerle kitap benim жұмыстаймыз kitapları ama sözlerді оқимыз. Hani оқышыларынан işlerini оқып отырмыз. Hani оқып аламыз бірінші телефонда кірген кейін білеміз. İşlerini оқимыз. İşlerini оқимыз. Al endi bolalar, bәріміз мұнда қараймыз. Бәріміз мұнда қараймыз. Енді келесі бізде қараймыз мұнда. Оқимыз, көңілге тоқимыз деген сөз. Осы оқып бітіреміз, жақсы, сөйлемейміз. Қарады, оқимыз, көңілге тоқимыз дейді. Ендеше біз сіздермен бұл жерде керуеннен түйелер көп болғанда біз не деп атаймыз оны? Керуен деп атаймыз. Көп болса керуендер деп атаймыз. Ендеше біз енді қазір ойын ойнаймыз. Қараңдар, бірінші тыңдап алыңдар. Бізде бірінші керуеннің басында бірінші түйе жүреді. Телефон. Одан кейін екінші түйе артында жүреді. Әрі үшінші түйе жүреді. Ендеше біз сіздермен қазір мына жерге келеміз да керуендерге сөздерді жинаймыз. Қалай жинаймыз? Нұрсұлтан, тыңда. Мынау бірінші түйеді. Бір буынды сөздер, бір дауысты дыбыс болғанда бір буын болады. Да, Нұрсұлтан? Ендеше бір буынды сөздерді мына жерге қоямыз. Сөздерді оқимыз, екі дауысты бар сөзде бізде екі буын болады. Да, қаншайым? Екі буынды сөзді мына жерге жапсырамыз. Үш дауысты дыбыс бар жерде үш буын болады. Ендеше үш буынды сөзді мына жерге жапсырамыз. Жақсы ма? Ендеше қазір келеміз бәріміз. Әдемілеп мәнерлеп оқуға тырысамыз да сөздерді табамыз бір-бірден. Келе қойыңдар. Неше дауыстымыз? Біреу. Қандай? Қандай дауыстымыз? Бар. Қай жерде бірінші? Бір буынды қай жерде? Соған қарсы. Басында бірінші. Жақсы. Қай оқи қойсын? Оқи қойсын. Оқа. Көз. Жақсы қандай сөз? Бір буынды сөз. Жақсы, оқи қойсын. Мұсылым оқиды. Оқа. Келесін оқа. Келесін алып оқисын. Оқа. Кес. Неше сөз? Неше буынды? Екі буынды. Өте жақсы қанекей Ақсұлтан. Қандай сөз? Кеме. Неше буын? Екі дауысты дыбыс, екі буынды. Өте жақсы. Қаншайым? Қаншайым оқиды? Кереует. Неше дауысты? Үш буын. Өте жақсы. Қандай сөз? Күн. Неше буын? Біреу буын. Бар. Қане оқиды? Наргиз. Көбелек, молодец. Неше буын? Үш буын. Өте жақсы. Қай жерге үшті қоямыз? Өте жақсы. Так, келесін осыны қойып. Кес. Сонан неше дауысты? Неше дауыстымыз? Екеу. Қоямыз. Кекеме неше? Үшеу. Өте жақсы. Оқи қой. Қане? Керу емес. Дұрыстап оқы. Қане оқиды? Мұсин сен алдың ба?
жануарлар дейін билеп, біз сендермен жануарлар дейін билеп, демалып. А сонда қандай әріпке кездесті балалар? К әрпіне қандай сөз кездесті? Кенгуру деген кездесті К әрпіне. Өте жақсы. Енді біз сіздермен балалар мұнда қараймыз. Ойлайық та ойлайық деген сөз бар. Бізде оқулықта біз балалар қараңдар. Мұн жерде сөздер берілген. Мұн жерде сөздер берілген оқулықта нелер деген. Ендеше біз сіздермен не деген сұрақтарда неше нәрсеге қойыламыз? Не деген сұрақта неше нәрсеге қойыламыз? Шөйтіп не деп біреу ғана нәрсеге. А нелер деген нәрсеге? Көп нәрсеге. Өте жақсы. Не деген ол заттарға қойылады. Мысалы, қаламда, көбелек, жаңағыда, кеме деді, не деп қойдық. Ендеше қазір сендермен ойын ойнаймыз. Келе қойдар онда. Келеміз. Керейхан келеді. Қанеки Керейхан ойын ойнайды. Бірінші бастайды Керейханда. Келе ғой Керейхан. Керейханды алып келеміз. Қане ойнаңдар сіздер. Мына жақта не деп тұр? Не. Мына жақта нелер деп тұр. Ендеше бар деген нелер бар. Ұзын сөздер, олар нелер дегенді қойылады. Ал не деген ол қаншайым бір ғана нәрселер қойылады. Мына жерде оқимыз. Мына сөзді оқыңдар. Қолымызды тигізбейміз. Оқимыз. Қаншайым оқиды? Оқимыз, ойын ойнаймыз. Қандай сөз? Керуен. Өте жақсы. Керуен деген сөз қайсына барамыз? Неге барамыз? Ақсұлпа, молодец. Керуен деген неге апарады? Неге де отчетливость? Вот так надо. Терек, міне, тоже неде. Енді мұнан оқимыз. Терек деген сөз болды. Енді мұнан оқимыз, конечно. Терек, теректер деген сөз қайсына апарамыз? Иә, нелер дегенде. Жақсы. Оқимыз буынға бөліп, қане. Кестелер. Дұрыс, өте жақсы. Қайсына апарады? Нелер деп айтамыз оны. Нелер. Келесі оқимыз. Қанеки оқимыз маны? Қандай сөз? Күректер. Қайда апарамыз? Нелер ме? Не ме? Нелерге апарамыз. Өте жақсы. Мынаны оқимыз, алты сөзді оқимыз. Қандай сөз? Кесте. Өте жақсы. Қайда апарамыз? Не дегенге апарамыз. Өте жақсы. Енді оқимыз мынау. Қандай сөз? Керуен қаншайым сөз? Нелерге апарамыз? Келші ойнайды. Қазір. Енді оқимыз мына сөзді Ақсұлпан. Бекнұр. Оқимыз. Қаншайым? Қандай сөз? Керуен. Қай сөзге апарады? Не деген сұраққа апарады? Не деген сұраққа апарады? Не? Где вот это не? Міне осымен қараңдар балалар. Сіздермен сөздер ме бұлар сөйлемдер ме? Сөздер ме әлде сөйлемдер ме? Сөздерге не және нелер деген сұраққа жауап беретін сөздер екен. Отыра қойыңдар. Көпшілік және жекпешілік. Енді келесі балалар қараймыз. Бұл жерде біз сіздермен қараңдар. Бұл жерде жұптық жұмыс оқулықтарында Керейхан қараймыз мұнда. Мына кезде дұрыс отырамыз. Қараймыз. Мына жерде сендермен жұптық жұмыс. Бәріміз тыңдаймыз. Қанеки дұрыс отырып алдық та мүслим. Қанеки Керейхан да бізде әдемі отырады да. Керейхан қанеки басыңды көтеріп қой. Керейхан жақсы бала. Мұнда қараймыз. Балалар, біз сіздерге ендеше мына жерде сіздерге берілген сөздерді кітапта берген, оқулықта берілді да Ақсұлтан. Ендеше мына жерде бірінші жұп, екінші жұп, үшінші жұп деп мен жұп деген олар еркекпен жұмыс істейді. Ендеше бірінші жұп бізде болады. Міне мынау бізде Керейханды қосамыз да, келші Керейхан мына жерге. Міне бізде Ақсұлтан, Наргиз және Керейхан болады. Мына бірінші сөзді қайсысы бірінші болу керек? Мына жерде. Екінші қайсы сөз, үшінші қайсы сөз
болады, соны айтасыңдар маған. Наргиз түсінді ме? Ал екінші жоқ, бізде болады Нұрсұлтан мен Ханшайым болады. Кесте мынау ме дегенді сендер қалай оқуға болады, қалай сұраулы сөйлем болуға болады, міне мына. Соны сендер айтасыңдар. Орнын ауыстыруға болады, сөйлем тауымыз керек, жақсы ма? Нұрсұлтан, Ханшайыммен жұмыс істейсіздер. Мынау кесте ме ме, кесте мынау ма ме деген соны қарайсыңдар. Сосын үшінші топ бізде болады Муслим мен Бекнұр боласыңдар, жақсы ма? Міне үшінші топ мынау. Мереке құтты болсын. Әлде құтты болсын мереке ме? Әлде болсын мереке құтты ма? Осылай орнын ауыстырып, қалай сөйлем айту керек, соны осылай айтасыңдар жерге, жарай ма? Алды жұмыс істеңдер. Кез кім дайын болады, сол қол көтеріп, қайсы топ екеулерін бірге ойланыңдар. Сосын кім топ дайын? Думай, қалай оқисың? Бірінші сөз қайсысы қойында? Екінші сөз. Екеу. Үш сөз. Онан үшінші сөзді екен деген мұнда бар. Өте жақсы, да? Қошемет жасаймыз. Жақсы жұмыстеді. Екінші топ бізде Ханшайым мен Нұрсұлтан. Екеуі айтады, біз тыңдаймыз, да? Қанекте отырамыз. Қанекте кім айтады? Ханшайым ба, Нұрсұлтан ба? Ханшайым? Қанекте айтады? Кесте мынау ме дейді. Сенде қалай болады? Сен қайсысын бірінші қойдың? Қайсы сөзді бірінші қойдың? Мынау деген қойды. Мынау да Нұрсұлтанды кесте екінші. Сосын ме дегенде үшінші қойды. Енді қараңдар. Біріншіде нүкте тұр. Ол хабарлы сөйлем деп аталады. Екіншіде сұрақ белгісі тұр. Оны қалай атайды? Сұраулы сөйлем. Енді үшіншіні қараймыз. Үшінші топты тұтаймыз. Қошемет жасаймыз. Екінші топқа. Дұрыс айтты, да? Ал енді үшіншіні кім айтады? Муслим айтады ма, әлде Бекнұр айтады ма? Кім айтады? Міне қараңдар. Мереке құтты болсын. Кім айтады? Муслим. Әлде Керехан ба? Ой, Бекнұр ма? Бекнұр қане айтады? Бірінші сөз қайсы? Мереке. Сосын екінші? Құтты. Содан кейін? Болсын. Муслим, келісесің ба? Келісесің ба? Иә, да, өте жақсы. Ендеше мереке құтты болсын дегенде астында тілек белгісі тұр. Ендеше қалай айтуымыз керек біз сіздермен балалар? Көңілді айтуымыз керек. Қане көңілді айтшы сен. Мереке құтты болсын деген көңілді айтуды. Қане қалай айтамыз? Қатты. Мереке құтты болсын деп айтамыз, да, өте жақсы. Өте жақсы. Қошемет жасаймыз үшінші топқа. Балалар жұмыс істейді. Келесі. Мында қараймыз. Келесі жұмыс бар бізде. Бізге келесі жұмысқа көмектесу
O. O. Var. Aha. Ye. Eski. Dur söyle. Ye. Ye. Ke. Kapamak düzelt. Ne bilsin? Ye. Kiyo. Yeki. Olar yekiyor da yedek karaymasında. Осы сөздердің орындарын ауыстырып, biz сөйлем құрауымыз керек. Қайсысын бірінші қоямыз сөйлем құрағанда? Ескек ұзын, мынау ескек, олар екеу ме, әлде олар екеу, мынау ескек ұзын ба? Ойланды. Енді мына жерге келеміз бәріміз, орнын ауыстырамыз мына жерге. Келе қойдырмыз. Келді. Қазір бәрі келді. Келе қой, Керехан келеді бізге. Екінші сөйлем. Ес. Өте жақсы. Үшінші сөйлем. Өте жақсы. Бізде сөйлем неше сөйлем неше болды? Төртеу ме? Төртеу ме қалай? Сөйлем неше? Үшеу екен. Үш сөйлемнен тұрды екен де отыра қойыңдар. Өте жақсы. Енді қараймыз балалар. Жасырын әріпті тауып ойынды бізге. Жасырын ойынды тап деді. Біз оқулықта сендермен мынаны қарап бітірдік те, енді тақта ойын ойнаймыз балалар сендермен. Мына жерде біз сіздермен балалар. Жасырын әріпті тап деді. Оқулықтарында сендерге берілген бізде мына жерде сөздер бар. Сөздерді, сол сөздердегі әріптерді біз орнына қойуымыз керек. Қазір тоқтаймыз қазір. Келеміз де қазір айтамыз, қол көтереміз. Келмей ақ орнымызда қол көтереміз. Жасырын орнымызда қол көтереміз. Сөзді оқимыз. Сөзді оқимыз, Нұрсұлтан. Дұрай ма? Сөзді оқимыз. Бірінші сөзді кім айтады? Нұрсұлтан. Оқимыз сөзді. Сөзді оқимыз. Шеп. Оқи ол сөзді, оқи ол. Мына екінші бұл. Қаншай ма? Шелек. Бұл әріп қандай қоямыз? Әріпті қандай қоямыз? Қандай әріп қоямыз? К қоямыз. Қойыңыз. Следующий. Ал енді мынаны бізге кім айтады? Қане айтады? Бекнұр айтады. Қайсы әріпті қоямыз? Қайсы? Қайсы? Қай әріпті қоямыз мына жерге? Бекнұр. Қане Ханшайым? Арсұлтан. Б әріпін қоямыз. Өте жақсы Б әріпін қоямыз. Бота деп шығады да? Бота да болды. Ал мынау не ендеше қараңдар? Мынаны қараңдар да? Қане әріп қоямыз? К әріпін қоямыз. Өте жақсы. К әріпін қоямыз. Текемет деген сөз шығады. Жарай ма? Сосын мына жерде не білемін, мына суретте нені көріп тұрмыз? Наргиз. Қане әріпті қоямыз? Қобыз. Молодец, Ханшайым. Қобыз деп шығады. Қобыз бізде де балалар. Ал мынау не нәрсе? Қандай әріпті қоямыз? К қоямыз. Өте жақсы. К қоямыз. Сонда қандай сөз шығады? Күрек деген сөз шығады. Мынау не нәрсе? Айтып қой және айнаншайда. Керуен. Қандай әріпті қоямыз? К әріпті қоямыз. Керуен деген сөз шығады. Міне, мынау не нәрсе? Жүрек. Қандай әріпті қоямыз? Жүрек. Жүрек. К әріпті қоямыз екен. К әріпті қоямыз. Өте жақсы. Міне осымен бізде аяқталды балалар да сөз. Ал енді балалар жасырынды таптық. Енді бізде сабақта не өттік балалар? Біз не өттік? К әріпін өттік. Өте жақсы. Ендеше сабақ ұнады ма сендерге жоқ па? Ұнаса, мен сендерге беремін. Сендер келбеттерін, адамның келбетін. Сендерге ұнаса, күліп өмір сүргенді көрсетесіңдер. Жарай ма? Ал көңілсіз болса, көңілсіз қылып саласыңдар. Сөйтіп суреттерді салып, ал мына жерде өткен тақырыпты жазасыңдар. Қандай әріпті өттік? Жақсы ма? Міне кетейік. Сосын, балалар, сосын мына жерге білеміз. Міне мына жерге білеміз. Жақсы ма? Көрінген әлемдеп тездетеміз балалар. Қазір беремін саған.
öteceksin. Ne var? Öteceksin. Bu fanı ne var öteceksin? Kim oldu ne var öteceksin? Bak. Anacık birimiz kim? Nasıl bak? Benim nasıl bak? Anacık tek verimiz ötecek. Böyle diyor. Koyun ki ötecek. Bir